Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ala nebiyyina. An Uthman ibn Affan radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem khayrukum men ta'allama'l Kur'ana ve 'allamahu lin-nas. Osman ibn Affan, Allah odan razı olsun, риwayat etкен hadis. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сіздердің ең жақсыларыңыз, ең қайырлыларыңыз Құран үйреткендеріңіз және оны үйренгендеріңіз деп айтты дейді. Мұсылмандардың ішіндегі ең ізгілері Құран үйренетіндер және оны басқа біреулерге үйрететіндер деп айтады. Осы хадисті риwayat еткен табиин кісі Абдурахман ибн Сулами деген кісі, сол кісі айтады: осы хадис мені 20 жыл бойы Құран үйрететін ұстаз етіп қойды дейді. Осы хадисті естігеннен кейін сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан ең жақсылардың қатарынан табылайын деп 20 жыл Құран үйреттім деп айтады. Құранның қырағатын үйреткен ғалымдардың бірі осы кісі. Ал енді Құран не ол? Хазірет Али риwayat еткен сөзде мынандай дерек бар, риwayat бар. Құран сіздерден алдыңғылардың хабары бар онда. Сіздерден кейінгілердің жағдайы бар. Сіздердің өз араларыңыздағы болатын жайттың үкімі Құранда. Құран жақсылық пен жамандықты айырушы. Ол бос сөз емес, әзіл сөз емес. Кім Құранды ұстанса, ақиқатты табады. Кім Құранды ойыншыққа айландырса, ол Құдай оны адастырады. Ғалымдар Құранға тоймайды. Ал дінсіздерге, Құранға қарсы шыққандарға Құранның беретін жауабы еш уақытта дәрменсіз болмайды. Құранның ғажайыбы еш уақытта таусылмайды деп айтқан сөзі бар. Құранды тыңдау да сүннет, оны оқу да сүннет. Ал енді оған амал ету әрбір мұсылман баласына парыз. Бақытты адам, оның ішінде, кеудесінде Құранның аяты бар адам ең бақытты адам. Ең бақытсыз адам, соны ести тұра, соны үйренбеген адам ең бақытсыз адам. Құранды естіп, соны үйренуге талпынбаған адам, ол бейне бір тәтті дарияның жанында жүріп, шөлдеп, шөліркеп жүрген адамның кейпінен ары емес. Дарияны көріп тұр, шөлдеп тұр, ерні қабарып кеткен, бірақ сол суды ішуге деген ақылы жетпей жатқан адам ең бақытсыз адам ол. Құран оқып жатқан кезде әсерленіп келіп, мен де үйренейін деп уақыт бөлмеген адам әрине ең бақытсыз адам болады. Алла тағала иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан ең қайырлы адамдардың қатарынан табылайық. Құран үйретпесек те, соны үйренетіндердің сапында болайық иншалла. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.